Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қарапайым қарын және картоптан чебурекиді қалай жасайтынымды бөлісетін боламын. Менің арнама тіркелуді ұмытпай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, ұнымызды осылай шұңқыр етіп ойып аламыз да, ортасына 2 ас қасық сұйық майымызды құйып аламыз. Содан соң енді қайнаған ыстық суымызға 1 шай қасық тұз бен 1 ас қасық қант салып, жаңағы ұнымызға салып, ең бірінші ыстық болғандықтан қасықпен араластырып, кейіннен қолымызбен нанымызды илейміз. Суды өздеріңіздің ұндарыңыздың ыңғайына байланысты қосасыздар. Рецепте не сәл аз, не болмаса сәл көбірек қосасыздар. Және дайын болған қамырымызды әбден иі қанғанша осылай 5-10 минутта илеп аласыздар. Мен бірден нанды 2 бөлікке бөліп, салафан қалташасына салып қойдым. Содан соң нанымызды 20 минут немесе жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Салмасына мен қарапайым қарынды және картопты пайдаландым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жұмыртқа немесе етке алмастырсаңыздар болады. Енді демалған қамырымыздың бір бөлшегін алып, рулет секілді пішінге келтіріп аламыз да, шағын бөлшектерге бөлеміз. Егер чебурекилеріңіздің үлкен болған қаласаңыздар, бұдан үлкендеу етіп кессеңіздер болады. Енді барлық кескен бөлшектерімізді өзімізге ыңғайлы болу үшін осындай дөңгелекше формаға келтіріп аламыз. Және нанымыз кеуіп қалмас үшін бетін салафанмен жауып қоямыз. Және дәл осы күйінде нанымызды тағы да 10-15 минутқа демалдыруға қалдырамыз. Содан соң әр қамырымызды осылай шет-шетінен ала отырып, дөңгелек әрі жұқа етіп жайып аламыз. Енді дайын болған қамырымызға салмасын саламыз. Салмасын осылай жарты бөлігіне саламыз және екінші бөлігімен нанымызды жауып шығамыз. Нанымыздың екінші бөлігін жапқанда ішіне барынша ауа кіргізбеуге тырысамыз. Себебі пісіру барысында нанымыз қатты көмпиіп көтеріліп кетеді. Мінекей дәл осылай үстінен басып ауасын шығарып алатын боламыз. Мен шеті қытырлақ болу үшін осылай шанышқының көмегімен шеттерін басып шығамын. Бұлай жасау міндетті емес. Мінекей екінші салмасы қарынды да дәл солай салып жасап шығатын боламыз. Және видео астына описанияға қарыннан сіздер не жасайтындарыңызды жазып кетсеңіздер. Дайын болған чебурекилерімізді қызып тұрған майымызға 2 жағын сарғайғанша қуырып алатын боламыз. Мінекей біздің чебуректеріміз дайын. Дайындалу жолы өте оңай әрі тез. Қалаған салмаңызды салып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің видеом ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде бәрін ескеретін боламын. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттер болады. Чебуректеріміз өте дәмді әрі қытырлақ болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Мөлдір.